Аяқ саңырауқұлағы, немесе табан микозы, бұл біздің көпшілігіміз байқамайтын, бірақ аяқ киіміміздің ішінде жылы әрі ылғалды ортада оңай дамитын инфекция. Бұл саңырауқұлақтар теріміздің кішкентай жарықтарында өсіп, қышу, күйдіру және жағымсыз иіс тудырады. Оларды емдеу оңай емес, себебі олар аяқ киім мен шұлықта ұзақ уақыт өмір сүре алады. Бұл гигиенаның нашарлығынан емес, бұл саңырауқұлақ өсуіне өте қолайлы ортаның болуынан. Аяқ киімнің ішінде ауа айналымы нашар болғанда, аяқ терлейді, ал ылғалдылық саңырауқұлақтарға тамаша жағдай жасайды. Спорт залдары, бассейндер және душ бөлмелері сияқты күнделікті жерлер оны жұқтыруға ыстық нүктелер болып табылады. Бұл жерлерде адамдар жалаң аяқ жүреді, ал саңырауқұлақтар ылғалды еденде оңай таралады. Тар аяқ киім және терлеген аяқ жағдайды нашарлатады. Ылғалды ұстап саңырауқұлаққа үй жасайды. Әсіресе синтетикалық шұлықтар мен ауа өткізбейтін аяқ киімдер қауіп тудырады. Жақсы жаңалық. Көптеген жағдайлар қымбат емдеуді қажет етпейді. Тек ақылды, күнделікті режим. Үйде қарапайым күтім жасап, аяқтарыңызды таза және құрғақ ұстау жеткілікті. Күніне 1 минут қана уақыт бөлу арқылы сіз аяқ денсаулығыңызға үлкен өзгеріс әкеле аласыз. Бұл уақыт ішінде аяқтарыңызды жуып, мұқият құрғатып, арнайы күтім құралдарын қолдануға болады. Бұл нұсқаулық сізге циклды бұзуға және аяғыңызды саңырауқұлақсыз ұстауға көмектеседі. Аяқ күтімін әдетке айналдырсаңыз, инфекцияның алдын алуға болады. Біз аяқ саңырауқұлағының себептерін, жылдам күнделікті күтім режимін және қажетті қарапайым құралдарды қарастырамыз. Арнайы кремдер мен ұнтақтар, дұрыс шұлық пен аяқ киім таңдау бәрі маңызды. Бірнеше оңай әдеттермен сіз аяқ саңырауқұлағын бір жола емдеп, алдын ала аласыз. Таза шұлық кию, аяқ киімді желдету және аяқтарыңызды құрғақ ұстау, бұл қарапайым, бірақ өте тиімді қадамдар. Бақылауды қайтарып алып, аяқ денсаулығына сенімді қадам басайық. Бұл қарапайым кеңестерді күнделікті өміріңізге енгізу арқылы, сіз аяқтарыңызды саңырауқұлақтан қорғай аласыз және өзіңізді сенімді сезінесіз. Табан микозын дерматофиттер тудырады. Теріңіздегі, шашыңыздағы және тырнағыңыздағы кератинді қорек ететін саңырауқұлақтар. Бұл микроскопиялық саңырауқұлақтар адам көзінен жасырынғанымен, олар өте төзімді және оңай таралады. Олар ылғалды, жылы ортада тез көбейеді. Сондықтан аяқ киім мен шұлықта ұзақ жүру саңырауқұлақ үшін таптырмас жағдай. Ол саусақтарыңыздың арасында қызыл, қышитын бөрт беретінде басталады. Кейде тырнақтарыңызға немесе басқа аймақтарға таралуы мүмкін. Уақыт өте келе, бұл жайсыздық күшейіп, күнделікті өмірге кедергі келтіруі мүмкін. Симптомдарға қышу, күйдіру, қабыршақтану, тіпті көпіршіктер немесе қалыңдаған тырнақтар жатады. Кейбір адамдарда жағымсыз иіс пен ауырсыну да байқалады. Бұл аяқ киім киюді қиындатады. Саңырауқұлақ споралары барлық жерде, әсіресе қоғамдық орындарда, мысалы, киім ауыстыратын бөлмелер мен бассейндерде. Мұндай жерлерде жалаң аяқ жүру инфекция қаупін арттырады. Сіз оны ластанған едендерден, сүлгілерден немесе аяқ киімдерден жұқтыруыңыз мүмкін. Біреудің аяқ киімін немесе сүлгісін қолдану саңырауқұлақтың таралуына жол ашады. Алдын алудың кілті: аяғыңызды таза және ең бастысы құрғақ ұстаңыз. Әр жуынғаннан кейін аяқтарыңызды мұқият құрғатыңыз және күн сайын таза шұлық киіңіз. Симптомдар жоғалғаннан кейін де споралар қалуы мүмкін, сондықтан тұрақтылық өте маңызды. Емді толық аяқтау арқылы ғана саңырауқұлақтан толық құтылуға болады. Көптеген адамдар емдеуді тым ерте тоқтатады. Бұл қайталанатын инфекцияларға әкеледі. Бұл жағдайда саңырауқұлақ қайтадан белсенді болып, бұрынғыдан да ауыр симптомдар тудыруы мүмкін. Күнделікті режим саңырауқұлақ өмір сүре алмайтын орта жасайды. Аяқ киімді желдетіп, шұлықты жиі ауыстыру. Қарапайым, бірақ өте тиімді шаралар. Табан микозын емдеу және алдын алу бұл тек жылдам шешімдер емес, табандылық. Аяқ денсаулығыңызға ұқыпты қарасаңыз, саңырауқұлақтан қорғану әлдеқайда оңай болады. Күніне 1 минут қана уақыт алатын, бірақ аяғыңызды өмір бойы сау ұстайтын режимді елестетіңіз. Құпиясы: тұрақтылық. Күн сайын бірнеше қарапайым қадамдарды орындау. Біріншіден, аяғыңызды мұқият тазалаңыз. Екіншіден, оларды толығымен құрғатыңыз, әсіресе саусақтардың арасын. Үшіншіден, ылғалды болдырмау үшін қорғаныш ұнтағын жағыңыз. Әрбір қадам саңырауқұлақтың әлсіз тұстарын нысанаға алады және бірнеше секунд қана уақыт алады.
Оны аяғыңызға арналған күнделікті сақтандыру деп ойлаңыз, тісіңізді тазалағандай, бірақ аяқ денсаулығы үшін. Қымбат өнімдер қажет емес, тек тәртіп және күніне 1 минут. Бұл әдет аяқ саңырауқұлағына қарсы ең жақсы қорғанысыңыз. Режиміңізді аяғыңызды жұмсақ сабынмен және жылы сумен жуудан бастаңыз. Бұл қадам аяқтарыңызды тазартудың ең негізгі әрі маңызды бөлігі болып табылады. Жылы су теріні жұмсартып, кір мен тердің оңай кетуіне көмектеседі. Ал жұмсақ сабын теріні тітіркендірмей, барлық ластықты жояды. Жай ғана су ағызып жібермеңіз, әсіресе саусақтарыңыздың арасын ақырын ысқылаңыз. Бұл аймақтарда саңырауқұлақтар мен бактериялар жиі жиналады. Сондықтан мұқият тазалау өте маңызды. Терді, өлі теріні және спораларды кетіру үшін қолдарыңызды немесе жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Жұмсақ шүберек теріні зақымдамай, барлық қажетсіз қалдықтарды кетіруге көмектеседі. Қатты ысқылаудан аулақ болыңыз. Сізге таза тітіркенбеген тері қажет. Теріні шамадан тыс ысқылау оны әлсіретіп, инфекцияларға осал етуі мүмкін. Кез келген қарапайым сабын жарайды, бірақ шай ағашы немесе эвкалипт майы бар сабын саңырауқұлаққа қарсы қосымша әсер бере алады. Бұл табиғи майлар микробтарға қарсы қасиеттерімен танымал, сондықтан оларды қолдану профилактика үшін пайдалы. Нағыз пайда сабынның өзінен емес, жуу әрекетінен келеді. Аяқтарыңызды мұқият жуу арқылы сіз теріде жиналған барлық зиянды заттарды кетіресіз. Бұл қадам шамамен 20 секундта алады, және қалған барлық нәрсеге негіз қалайды. Уақытты үнемдеп, бірақ сапалы жууға көңіл бөліңіз. Таза аяқ, аз споралар және саңырауқұлаққа аз тағам деген сөз. Бұл қарапайым қадамды күнделікті орындау арқылы сіз аяқтарыңызды сау әрі таза ұстай аласыз. Бұл жылдам жууды күнделікті әдетке айналдырыңыз. Душтан кейін немесе жатар алдында. Тұрақты күтім аяқ саңырауқұлағының алдын алудың ең тиімді жолы. Бұл сіздің аяқ саңырауқұлағына қарсы күресіңіздің негізі. Әр күн сайын осы қарапайым, бірақ маңызды қадамды орындау арқылы сіз аяқтарыңызды сау, таза және қорғалған күйде ұстайсыз. Жуғаннан кейін аяғыңызды мұқият құрғату ең маңызды қадам. Саңырауқұлақ ылғалды жақсы көреді, сондықтан оны кетіріңіз. Аяғыңыздың әр бөлігін, әсіресе саусақтардың арасын құрғату үшін таза сүлгіні пайдаланыңыз. Асықпаңыз, бірнеше қосымша секунд мұнда үлкен айырмашылық тудырады. Қатты терлейтін аяқтар үшін, саусақтардың арасын құрғату үшін шаш кептіргішті салқын режимде қолданыңыз. Бұл қадам аяғыңызды саңырауқұлаққа қолайлы аймақтан құрғақ, жағымсыз ортаға айналдырады. 30 секунд қана мұқият құрғату инфекцияларды басталмай тұрып тоқтата алады. Құрғақтықты күнделікті мақсатыңызға айналдырыңыз. Бұл қарапайым, жылдам және өте тиімді. Құрғақ аяқтар, сау аяқтар. Режиміңізді аздап ұнтақ себумен аяқтаңыз. Жүгері крахмалы немесе хош иіссіз тальк ұнтағы өте жақсы жұмыс істейді. Қымбат өнімдер қажет емес. Терді сіңіру және үйкелісті азайту үшін оны аяғыңызға және саусақтарыңыздың арасына себіңіз. Белсенді инфекциялар үшін дәріханадан сатып алынатын саңырауқұлаққа қарсы ұнтақ қосымша қорғаныс береді. Бұл қадам құрғақтықты сақтайды және саңырауқұлақты күні бойы ұстайды. Ол бірнеше секундта алады, бірақ сағаттар бойы қорғаныс ұсынады. Таза, құрғақ және қорғалған, сіздің 1 минуттық ритуалыңыз аяқталды. Онымен тұрақты болыңыз, сонда ұзақ мерзімді нәтижелерді көресіз. Бұл режим үшін сізге қымбат құралдар қажет емес, тек күнделікті заттар. Ас үйіңізден немесе жуынатын бөлмеңізден жұмсақ сабын, таза сүлгі және жүгері крахмалы немесе балалар ұнтағын пайдаланыңыз. Аяғыңызға арналған бөлек сүлгіні ұстаңыз және оны қолданыстар арасында кептіріңіз. Қосымша құрғақтық үшін салқын режимдегі шаш кептіргіш жақсы бонус. Ұнтағыңызды оңай қолдану үшін шайқағышта сақтаңыз. Бұл қарапайым құралдар режимді оңай және қолжетімді етеді. Кедергілер жоқ, сылтаулар жоқ, сізге қажеттінің бәрі үйде бар. Бүгін қолыңыздағы бар нәрсемен бастаңыз. Бірнеше ақылды әдеттермен нәтижелеріңізді жақсартыңыз. Тыныс алатын аяқ киімді таңдаңыз. Былғары немесе кенеп, пластик емес. Аяқ киімді кезектестіріңіз, сондықтан әр жұп кию арасында кебеді. Шұлықты күн сайын ауыстырыңыз, немесе аяғыңыз терлесе жиірек. Синтетикалық емес, мақта немесе жүннен жасалған шұлықты таңдаңыз.
Қоғамдық душтарда және бассейндерде әрқашан сандал немесе тапочка киіңіз. Қауіпті аймақтарда ешқашан жалаң аяқ жүрмеңіз. Бұл әдеттер күнделікті режиміңізбен бірге күшті қорғаныс жасайды. Кішкене өзгерістер үлкен айырмашылық тудырады. Аяғыңызды ұзақ уақыт бойы қорғаңыз. Күніне 1 минут қана уақыт бөлу арқылы, сіз аяқ саңырау құлағынан құтыла аласыз. Тазалаңыз, құрғатыңыз және қорғаңыз. Бұл 3 қадам сіздің негізіңіз. Тұрақтылық маңызды. Симптомдар жоғалған кезде тоқтатпаңыз. Бұл режимді тісіңізді тазалағандай автоматты етіңіз. Оны тыныс алатын аяқ киім және таза шұлық сияқты ақылды таңдаулармен біріктіріңіз. Аяқ саңырау құлағының алдын алу күші сіздің қолыңызда. Бұл жалпы проблема өміріңізді басқаруына жол бермеңіз. 1 минуттық ритуалды қабылдаңыз және жақсы денсаулыққа сенімді қадам басыңыз. Сау аяқтар 1 минут қана жерде бүгін бастаңыз.